Балаға не себепті ертегілер оқыту керек, әсіресе өзіміздің қиссаларымызда. Сосын енді әлбетте кітаптар мен тәрбиелеген өзімнің достарым, ұстаздарым. Сосын адамның санасы рамкаға салынбағаннан кейін ол тылсым әлемді көре алады. Бізді соншалық бүйтіп тастаған ғой, анау ағылшын аттарында мына жерге не перде қойып қояды, ол тек қана алдын ғана көреді, жан жағында не болып жатқанын білмей соны шапқылай береді. Бұрынғы біздің бабаларымыз неге, мысалы үшін біздің ертегілеріміздің өзін оқысаң өзі жаның түршігеді, небір тіршілік иелері бар ғой аның ішінде. Неге? Өйткені біздің бабаларымыз көшпенді, еркін болды, азат жүрді. Ешкімге кеудесін бастырған жоқ. Кең далада көсіліп шауып жүрді. Сол кезде ол көп нәрсені көре алды, өйткені санасы отырықшы сияқты жабық емес. Андай оңға бұрылсаң мына көшеге түсесің, анаған барсың тығырыққа тірелесің деген көшелермен жүрген жоқ, ол еркін далада жүр, жан-жақ. Мен енді санам еркін өскеннен кейін көп нәрселерді көредім, және ойлайтынмын, адамдар сөйтіп көреді, бәрі сөйтіп көреді деп ойлайтын. Негізі бәрі көру керек, тиісті. Біз сондай періштелер бізге сәжде еткен жаратылыспыз ғой. Ұмытып қалдық оны біз. Біз қазір өзіміз соншалық андай бейшара бір неден қорқып жүрміз ғой, біз масқара болғанда, жасанды интеллекттен. Ұят емес пе енді? Бізге деген бүкіл Алла тағала өзіміз білетін тіршілік иелерін бізге бас игізіп қойды, а біз өзіміз жасаған жасанды интеллекттен қорқып жүрміз.